Корждары жұмсақ, бір күн күтпей дастарханға ұсынатын, өзім 4 жылдан бері жасайтын медовый торттың рецептісімен бөлісемін. Алдымен балды су буына қоямыз, еріген соң толтырмастан 2 шай қасық ас содасын салып араластырамыз. Осындай реакция болып көпіру керек. Көпіріп шыққан соң оттың астын сөндіріп, үстіне сарымайды салып суығанша қалдырамыз. Осылай өзі сарымай еріп, кішкене жылы күйінде болғанын күтеміз. Сосын басқа ыдысқа жұмыртқаға қантты салып, аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Аппақ боп көпіршіген соң балды массамызды құйып, тағы да миксерлеміз. Сосын ұнымызды 2-3 рет бөліп салып отырып, жай скорста миксерлеп аламыз. Міне біздің массамыз осында сұйық күйінде болады. Бұл медовыйпен өте дәмді, өте жұмсақ болады. Пергамент қағазын осылаймен дайындап аламыз. Сіздерге лайфхак. Осылай аз-аздан салып отырып, жоқалап жайып шығамыз да 180-200 градус шамасында қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Тез піседі. Барлық корждарымызды солай пісіріп аламыз. Мен крем үшін салқын сливкиге қоюлатылған сүтті қосып, миксерлеп алдым. Сіздер сметана мен қоюлатылған сүтті қолдансаңыздар да болады. Сосын әр корждарымыздың үстіне кремдерді жағып, торттарымыздың барлығын жинақтап шығамыз. Жинақталған тортты 1 сағатқа холодильникке қойсақ жеткілікті, бір жарты сағатта жетеді. Сосын шет-шетінен қалған, корждың шет-шетінен қалғандардың барлығын блендермен езіп алып,